Рыцарьлар турнирі келмеске кетсе де, бүкіл әлемде семсерлесу спортына қызығушылық күн санап артып келеді. Бұл жолы Шығыс Қазақстанда семсерлесудің дамуы, қалыптасуы және болашағы жайында айтатын боламыз. Семсерлесу. Бұл бүгінде ресми спорт түрі және қанымызға әбден сіңіскен спорт түрі саналады. Өйткені ата-бабамыз қылышты қолынан тастамаған. Ал қазіргі ұрпақтың өкінішке орай түрлі олимпиадаларда көңілге толарлықтай нәтиже көрсете алмай жүргені белгілі. Семсерлесу интеллектуалды ойын екенін бірі білсе, бірі білмес. Бұл спорт түрінде мидың белсенділігі аса маңызды. Себебі соққылар секундтың ішінде жасалады. Ал оны бағыттаудың не одан қорғанудың жолы одан да жылдам ойластырылуы қажет. Осындай ерекшелігіне орай оны шахмат сияқты зияткерлік ойындар қатарына қосады. Фехтование развивает все виды качества, также и физические, технические, умственные. Фехтование в основном получается у нас повреждение идет коленного сустава. То есть если все время сидеть в согнутом положении, колени и, допустим, создавая какую-то атаку, это идет действие выпада. И представляя ситуацию, допустим, сам человек, если начинает делать атаку, он со своей массой своего тела делает выпад и своим телом, падая на колено, соответственно, да, она будет повреждаться. Но если можно делать какие-то при этом упражнения, закреплять колено, это можно предотвратить это действие. Шагом назад да? Семсерлесу сайысы қос батырдың бәсекесі. Олар белгілі бір уақытта соққылар жасау арқылы мықтыны анықтайды. Мұнда белгіленген уақыт жоқ. Спортшылардың семсерлесу уақыты кейде жарты сағаттан асып кетіп жатады. Сондықтан спортшының физикалық дайындығы мықты болуы керек. Әсіресе аяқтары. Себебі оған түсетін салмақ ауыр. Мына қалың киіммен тар дулыға демді тарылтып жібереді екен. Сондықтан спортшылар күнделікті бірнеше шақырым жүгіріп, дене бұлшық еттерін шынықтырады. Мен 4 жыл болды. Не түрткі болды осында келуге саған? Мен тренермасын жіберіп алды. Осында қатысып көр деп, сен осында келдім. Мен осы 4 жыл айналысып жүр екесің? Бұнда бір сайыстарға қатысқан өзің болды ма? Иә. Олимпиадалар? Олимпиада Қазақстанға қатыстым. Онда 2-ші орын алдым. 20-сында басталды, ол кезде 2-ші орын алдым. Болашақта әлем чемпионатына қатысамын деген ойым бар. Семсерлесу секциясына қанша жастан қабылдайды, оның киімі мен құрал-жабдықтары қанша тұрады, және Өскеменде бұл спорт түрімен айналысуға болатын қанша орын бар. В отделении фехтования мы принимаем детей с 8 лет. Именно да, в детскую юношескую школу с 8 лет приходят. То есть любителям можно заниматься, но это если только в клубах. У нас нету такого, мы не можем заниматься. Ну, у нас есть фехтовальные костюмы, это тренировочные костюмы, они стоят около 35 тысяч, сам полностью ободранный костюм. Но к нему еще идет маска, которая стоит около 18 тысяч. И чтобы фехтовать, нужно оружие, соответственно. Оружие, оно стоит 14 тысяч. У нас детская юношеская школа Олимпийского резерва, мы тренировки проходят бесплатно. Зал фехтования находится в спортивном комплексе ЖЭК-Пижека. Спасибо у нас директору нашему Сайханову, он нам выделил это помещение. Также у нас есть в 19-й школе, на общеобразовательном школе, где там малый зал предназначен фехтование специализированный, но немножко там уже проблематично тренироваться. Но в вечернее время дети тренируются. И есть спорткомплекс Олимпийск на Серикпаева, модуль, где тяжелая атлетика, там тоже занимаются дети фехтованием. Шығыс Қазақстанда спортшылардың бұл спорт түрінен жетістіктері қандай?
Вот на данный последний момент мы посетили чемпионат Казахстана, который прошел в январе месяце для отбора в сборную Казахстана среди юниоров и кадетов. Наши спортсмены заняли второе место в личном первенстве, это Жубайханов Арман, и третье место Шнайдер Анна заняли третье место. В командном первенстве они стали чемпионами Казахстана. Неделю назад прошел этап Кубка мира среди мужчин и женщин в городе Будапеште, где наш спортсмен Шарлаимов Вадим занял третье место. Тарихына келер болсақ, ресми дерек көздері бұл спорт түрінің шығу тарихын Франциямен байланыстырып жатады. Бірақ қолынан қылышы түспеген қазақ халқы семсерлесудің қыр-сырын өте жақсы білген. Сондықтан да жоғарыда айтылған болжаммен келіспеуге толық құқымыз бар.